Ағылшын садақшыларының сол қолы неге сонша дәу болды? Біздің ата-бабаларымызға не қатысы бар бұның? Куловтың мен марқұм жарымның айтқан, мысалы біз қазір мынау енді балаларға арналған садақ қой, сілтеме қалдырамыз бұны жасайтын шебер. Сонымен садақты бізде атқанда қазір былай атады да, сосын былай тартады, құлаққа қарай я бетке тигізіп тартады қазіргі. Аталазбек айтушы еді, оны үйтіп тартпайды, оның дейді негізі мынаны бір орында ұстайды құлақтың қасында, сосын мынау сол қолмен итереді дейді. Солай болды. Сонда дейді, ол тезірек де болады, сосын нысананы көздегенде оңайырақ болады деп. Былай емес, былай болады екен. Ағылшын ортағасырлық садақшыларын сүйектерін зерттей келе, ғалымдар осындай болжам айтты. Сол садақшылар да сол қолмен садақты алға итерді, адырнаны оң қолмен тартпады деп. Және ол сүйектеріне қатты әсер еткен. Осы ағылшын садақшылар феодалды рыцарьларды жойып, сонымен орта ғасырларды бітірді. Сонда Таласбектің айту және ағылшын археологтардың айту